Неміне бәле конституциямыз өзгерді, конституциямыз жаңарды деп жарияға жар салып жатсыңдар. Жоғарыда отырған көкелерімізге айтамын. Жарияға жар салып мақтанып отырсың. Конституциямыз жаңарды, не жаңарып жатыр? Не жаңарып жатыр? Мен түсінбей жатырмын. Жаңарып халықты баспанамен қамтамасыз етіп жатсыңдар ма? Халықтың кредитін жауып беріп жатсыңдар ма? Халықтың жұмыспен қамтамасыз етіп жатсыңдар ма? Зарплата, пенсия, пособие көтеріліп жатыр ма? Қымбатшылықты жойып жатсыңдар ма? Не жаңарып жатыр сонда? Базбая конституция ғой сол. Математика ғой сол. Қосылғыштардың орнына қосқанмен қосындының мәні өзгермейді. Сол баяғы 35 жыл бұрын басталған сол, өтірікпен басталған сол конституция ғой. Жарияға жар салып мақтанбай ақ қойыңдаршы. О, жаңарып жатыр деп. Сол баяғы қиналып жүрген, қаңғып жүрген сол халық қой баяғы болды сол. Кредитін төлей алмай қалса, шоттарын арестке қоясыңдар. Штрафын төлей алмай қалса, о штрафын 2 есе қылып сотқа өткізіп жібересіңдер. Вообще мүмкіндік жоқ жұмыс істеуге. Наоборот, қиналып жүрген халыққа бір мүмкіндік ашып, кредитін, қарызын құтылуға, штрафын құтылуға бір мүмкіндік ашып жатсыңдар. Мен не істеп жатсыңдар? Жаңаратындай. Жаңартпай ақ қойыңдаршы, ештеңе жаңартпай ақ қойыңдаршы. Просто так, мына президенттен бастап, мына қасында қол шоқпарлар, просто так кетіңдерші болды. Қазақстан демократиялық, зайырлы, құқықты мемлекет, ең басты билік халық. Өзіміз жаңартып аламыз бәрін. Жаңа басшымызды қойып, жаңа конституциямызды өзіміз-ақ жасап аламыз. Кетіңдерші бәрін, болды. Шаршадық өзі.